құрметті мұғалімдер, сіздер мына команда дегенге кіресіздер. Мысалы, тестті құру үшін командаға кіресіздер де, содан кейін барып өздерің міне задание деген бар. Заданияны басасыздар. Содан кейін заданияға бірінші тақырыпша құрып алуларыңа болады. Создать заданияны басасыздар. Балын бәрін қойып аласыздар. Мысалы, айнымалы. Сосын, мысалы, мына жерге уровень добавить критерий оцениванияны бассаңыздар, сіздерде шығады мынандай. Осы жерге сіздер бағалау деп қоюларыңыз болады. Бір рет қойсаңыздар болды. Міне бағалау деп мен бір рет қойып алған, соның қышына қарасаңыздар, жақсы, өте жақсы деп қанағаттанарлық балдарын өздеріңіз қоя бересіздер. Мысалы, 10 балға дейін қоя бересіздер. 10 балдық жүйені бір кіргізіп қойсаңыздар, олар сіздерде тұрады. Мысалы, мына жерде нашар деп өздеріңіз жазуларыңа болады. Нашар, ол балаларға сообщение келеді. Неше пайда нашар дейміз. Мысалы, 5 пайда нашар, 4 пайда одан да нашар деп, өте нашар деп үстіп қоя берулеріңе болады. Қанағаттанарлық деп өздеріңізге ұнайтын выложить дегенді басасыздар. Сонда ол міне сізде бағалау жүйесі тұр мінекей. 100% емес, 10 балдық деп қойыңыздар. Немесе 20 балдық, өздеріңіз білесіздер. Неден БЖБ алатын болсаңыз, мысалы 25 деп қоюларыңызға болады. Учас шықса мұнда тұрады. Одан кейін 11-ші класс па, қай класс өзіңіз таңдайсыз. Мына жерден мысалы мына классты аласыз, мына классты аласыз. Мысалы мен алатын болсам, мына классты алып отырмын. Қай күннен бастаймын? Мен мысалы 9 күні бастаймын, сағат нешеге дейін апаруымызға болады. Өзіңіз білесіз, например, түнгі 1-ге дейін тұрып қоясыз. Осыны сіз сақтайсыз. Сақтап қоясыз. Ол черновиктің ішінде тұрады. Міне. Черновиктің ішінде айналдық деген тұр. Енді создать тест дейсіз. Біз заданияны құрып қойдық. Уақытпен балаларға көрініп тұратын заданияны құрдық. Енді тестті құрып қоясыз. Осының жаңа заданияның ішіне апарып салуымыз керек қой. Создать тест дейсіз. Сілтемесінде копировать етулеріңіз болады. Бұл жерге названиясы мысалы айнымалы бірінші бөлім бойынша десеңіз, мысалы бөлім деп қоясыз. Жаңа менің ішіне кіргізе беруіңізге болады. Көп жаңа тесттарды жаңа бір ненің ішіне кіргізулеріңізге болады. Добавить дейсіз. Мысалы тест керек па, оценка, дата, мына ішінде көп өздері міне шкаламен бе, қайсын алғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Мысалы, по выбору алатыныз болсаңыз, осы выбор дегенді басасыз, бірінші сұрақ аты жөніңіз міндетті түрде. Үстіп қора бересіздер. Мысалы, ол жерде бірақ жауап. Ол өзінің атын ғана жазады, міндетті түрде бал қоймайсыз бұған. Енді екінші сұрақ дейсіз. Екінші сұраққа мысалы дейсіздер, бұл жерге нелерді жауаптарды жаза бересіз. Мысалы, бұлай жаза бересіздер. 4-5 жауап керек па, осының бәрінің жазасыздар. Мысалы үшін тағы да бір мен қойып қояқ. 4 жауаптың бір дұрыс жауабы, мысалы мынау болатын болса, осыны белгілейсіздер. Бал, неше бал? Осы сұраққа мысалы мен 5 бал берем деген секілді. Добавить деп тағы екінші сұрақты қоясыздар. Мәтінмен кіргізесіз, оценкамен осылардың өздерін біреулерін таңдайсыздар. Мысалы, мынау шықты, предварительный просмотрдан қарауларыңызға болады. Міне, бірінші аты жөніңіз. Бұл жерде біз енді қателесіп кеттік. Мына жерде ол не болмайды. Аты жөні дегенде ол текст болу керек мұнау. Мәтіндік текст болады. Оны өзгертулеріңіз керек. Басындағы бірінші сұрақты удалить етеміз де. Қосылды ғой еді, добавить бірінші текст дегенді аламыз, сосын барып бұл жерге аты жөнің. Оның орнын ауыстыруға болады сосын. Бұл жерге көтеріп қоймалады, бірінші сұраққа добавить текст. Бал қоймайсыз, сонда сізде болады. Осында міне предварительный просмотр. Аты жөнің, мәтін жазатын оқушы, екінші сұрақтан бастап жауап бере бастайды. Оны предварительный просмотр арқылы көріп отыруларыңызға болады. Енді поделиться дейсіздер, мына жерге сілтемесі шығады. Осы сілтемені сіздер копировать етіп аласыздар. Поделиться, копировать. Енді жаңа Teams'ке кіресіздер ғой, Teams'ке кіретін болсаңыз, сізде міне айнымалы тоқ деген черновикте тұр. Осы черновикте мына жерге апарып ресурс дегенге сілтемені қоя саласыздар. Міне сілтемені қойып,
назначить, сохранить етесіз, сосын барып назначить дейсіз. Бұл сізде әлі черновикте тұр. Енді оны сіз қайтадан назначить етсеңіз, ол барады да назначенныйға шығады. Бітті. Енді ол оқушыларға көрініп тұрады. Мысалы, сіз команданың ішін ашып көрулеріңізге болады. Мынаны ашатын болсаңыздар, мына жерде мәлім болды. Просмотр задания балалар басады да, соны тапсырманы істейді. Сол кезде сіздерге балалардың тапсырғаны, тапсырмағаны, қанша балл алғаны барлығы шықты. Рахмет.